Жақсы, енді жиі қолданылып жүрген HTML тегтерді айтып өтейін. Жиі дегенде өзімнің тәжірибемде ғана жиі қолданып жүрген соларды айтам. Барлық тегтердің тізімін htmlbook.ru сайтынан қарасаңыздар болады. Осы сайтта бүкіл тегтер бар. Енді кішігірім ғана ескерту, ол кейбір жерлерінде ақпарат ескі болуы мүмкін, өзектілігін сәл жоғалтқан болуы мүмкін. Бірақ жалпы есепте бәрі нормально, былайша қарап қолдана берсеңіздер болады жалпы есепте. Кеттік. Ең бірінші айтуға болатын нәрсе ол комментарий. Комментарий дегеніміз ол браузерге көрінбейтін нәрсе. Оны браузер экранға шығармайды. Егер осылай жазсақ, не жазсаң да браузерге шықпайды. Браузерге шықпай тұр. Енді бұны не үшін қолданады десеңіз, ол өз-өзіңізге бір записка жасап кеткіңіз келсе, немесе сізден кейін кодты жалғастыратын келесі разработчикқа бір сәлем айтып кетем десеңіз, комментарий қолдансаңыз болады. Немесе енді сіздің HTML сайыңыз бір үлкен бір 2000-3000 қатар болып кететін болса, ішінде жазуы көп болып кетсе, со логический блокқа топқа бөліп тастауға болады ғой. Осы комментарийді қолданып ішіне жазып кетсеңіз болады, кейін мысалға поиск арқылы тезірек тауып алу үшін дегендей. Жақсы, енді комментарийді қалай қолдану, ол өзіңіздің фантазияңызға қайтатын нәрсе ғой. Ары қарай кете берейік. Ары қарай айтуға болатын нәрсе, ол доктайпты айтып өттім, бағана HTML-дің документтің типі деп. А дейді. А дегеніміз ол гиперссылка. Гиперссылка басқа ресурсқа өту үшін қолданылатын тег. А деп тапты басып қалам. Visual Studio'мды сразу дайын бола қалды. Href деген атрибутымен бірге. Href деген атрибут не үшін? Ол мына гиперссылканы басқан кезде қай URL-ге өту керек, соны осы Href-ке көрсетеміз. Атрибуттың ішіне так https mail.ru деп жаздым, Жақсы, енді мына жерден қараймыз. Ештеңе көрінбейді, себебі мен ішіне мәтін жазған жоқпын. Мына тег ашылды, жабылды, ортасында ештеңе жоқты. Осы жерге жазып қойық. Mail.ru сайтына өтетін гиперсілтеме деп қойға. Mail.ru сайтына өтетін гиперсілтеме. Жақсы, мынаны кез келген жеріне басқасам, Mail.ru-ға өтеді екен. Енді оны қарапайым бір текстпен салыстырып қойын. Қарапайым текст. Әлде мәтін деп жазайын ба қазақшалап. Жақсы. Міне қараңыздар. Қарапайым мәтін үстіне мышқа барған кезде курсор қалай өзгереді? Қарапайым текстпен көрсетеді, бүйтіп әрі-бері выделять етсеңіз болады. Мына жерде мышқаны жақындатсаңыз, басқа ресурсқа өтетіні көрініп тұр. Pointer. Қол болып кетіп отырды курсор. Енді мына бұрыштарда қарасаңыз, қай ресурсқа өтейін деп жатыр, соның подсказкасы тұрады. Жақсы, ары қарай кеттік. Тұра тұрыңыздар. А деген тегтің Href-тен бөлек күшті бір тағы target деген атрибуты бар. Мына жерге соны жазайын. Target тең blank деп жазып қойсаңыздар, мына сілтемені басқан кезде осы бетте Mail.ru ашылмайды, келесі бір жаңа бетте Mail.ru ашылады. Бұл андай не кезінде күшті ғой. Мысалға, сіздің сайтыңыздан басқа жаққа переход жасау керек, бірақ осы состояниені жоғалтпау керек болса, сіздің бетіңіз сол күйі тұра береді. Жаңа вкладкада сайт ашылады. Жақсы. Пока жеткілікті. Мына ар жағындағы ABBR, акроним дегендерді мен бар екенін де білмейді екем. Ешқашан қолданбағам, және біреудің қолданып жатқанын көрмеппін де. Аттап өте берейін. Ары қарай не бар тағы? Жирный текст B дейді. B дегеніміз қарапайым мәтін десек, соның қасына B деп қойын. Жирный мәтін деп. Жирныйді сәл тырнақша қала салайын, Міне қарапайым мәтін, жирный мәтін. Екеуінің салмағы екі түрлі көрініп тұр. Енді одан кейін не бар?
BR бар екен, келесі қатарға түсу, button бар екен. Button дегеніміз кәдімгі button дегеніміз батырма. Стандартный батырманың түрі мынау. Егер басқа бір сайттарда неше түрлі кнопка көріп, мынаның әдемілігі ұнамай жатса, сабыр етіңіздер, біраз сабақтардан кейін CSS-ге жеткен кезде осыны әдемілеріміз. Әзірге енді бассаң басылып тұр, жылт-жылт етіп, кішігірім анимациясы ойнап тұр. Соған да шүкір. Кеттік ары қарай. Енді нені айтсақ болады? Батыннан кейін мыналарды тастап кетейін. Canvas деген оны сурет салатын тақтағы, оны фигуралар салса болады, неше түрлі объектілер, оны әрі-бері ойнатса болады. Жалпы ойын құрса болады Canvasқа. Оны түсіндіру үшін бөлек үлкен бір видео түсіру керек. Caption Center. Центр деген айтпақшы, кеше тестте болды ғой. Центр деген дашыншы. Центр деген тестте болды. Так, міне, көшіріп алып, мына жерге қойып жіберейін. Мәтінді горизонтальный линиясы бойынша дәл ортасына әкеп қойып береді. Жақсы, ары қарай кеттік. Код, кол. Так, мына жерлерде көбісі бейтаныс, арасында бір-екі таныс жерлерде болады. Footer, форум деген, бірақ оны дәл қазір түсіндіріп керек емес сияқты. Әсіресе форумды бөлек бір түсіндірген дұрыс шығар, сервермен связь құрып атқан кезде. Форум деген жалпы серверге запрос жіберетін нәрсе ғой. H1, H6 осыны жазып шыға салайын. H1 жазу деп қойын. 3, 4, 5, 6. Жақсы. Обновить етсек, қараңыздар. H1-де жазу өте үлкен болады, сосын жайлап кішіреп, ең кішкентай жазу ол H6-да. Жалпы енді CSS-пен оны әлде де кішірейіп жіберсе болады ғой. Бірақ HTML-дің өзінің стандартымен беріп тұрған тегтерін қолдансақ, осылай. Ең үлкен H1, ең кішкентай H6. Жақсы, одан да ары қарай кете берейік. H1, H2, header, HR дейді. HR дегеніміз ол бір қатар астыға түсіретін BR мен өте ұқсас. Тек қана айырмашылығы бір қатар түсіріп қана қоймай, одан кейін ұзын көлденең, горизонтальный бір сызық сызып шығады. Мынандай. Міне, жазу дегеннен кейін тағы бір қатар түскені сіздерге байқалып тұр ма? Сол бір қатар түседі, сосын ұзын бір сызық сызады. Содан кейінгі жазған нәрсе соның астына жазылады. Жақсы. Енді келесі нені айтсақ болады? I деген бар. I деген ол не ғой? I дегеніміз italic, style text дейік. Italic дегеніміз курсив қой, жазудың қисайып тұрғаны. Міне, әшейін түзу тұрған, мұны қисайып тұрған жазу. Так, одан кейін не айтса болады? Italic, iframe. Iframe дегеніміз ол сайттың ішіндегі сайт. MG деген сурет қояды. Inputқа, форммен бірге тоқтап өтейік. Input деген жалпы клиенттің бірдеңе енгізуін мүмкіншілігі ғой. Осы inpuттар арқылы жазу, мысалы логин, пароль енгізген кезде жазуды осы input арқылы жазады. Оған жеке бір сабақ арнармын. Бұйыртса. Жақсы, осы жерден бір тоқтайын.